Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге асқабақ дәнінің пайдасы жайлы айтатын боламын. Арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Асқабақ дәнінің пайдасы өте көп және ол денсаулыққа әртүрлі жағынан әсер етеді. Асқабақ дәндері көптеген пайдалы қоректік заттарды қамтиды. Оның ішінде минералдар, витаминдер, антиоксиданттар және пайдалы май қышқылдары бар. Мұнда асқабақ дәнінің денсаулыққа пайдасы туралы бірнеше маңызды ақпарат берілген. Бір, жүрек қан тамырлары жүйесіне пайдалы. Асқабақ дәндері магний, кальций, калий мен фосфор сияқты минералдарға бай. Бұл минералдар жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтып, қан қысымын реттеуге көмектеседі. Әсіресе магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартады. 2. Антиоксиданттық қасиеттері. Асқабақ дәнде цинк пен витамин сияқты күшті антиоксиданттар бар. Олар ағзаны бос радикалдардан қорғайды. Бұл асқабақ дәнін қартаю процесін бәсеңдетуге және жасушалардың зақымдалуына қарсы тұруға көмектеседі. 3. Иммундық жүйені күшейту. Асқабақ дәндерінде мырыш көп, ол иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды. Мырыш ағзаны инфекцияларға қарсы тұруға дайындайды, сонымен қатар жаралардың тез жазылуына ықпал етеді. 4. Құрамында пайдалы майлар бар. Асқабақ дәндері ағзаға пайдалы май қышқылдары мен омега-3 май қышқылдарын қамтамасыз етеді. Бұл мидың жұмысын жақсартып, қабынуды азайтады. Омега-3 май қышқылдары жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. 5. Ас қорыту жүйесіне оң әсері. Асқабақ дәндерінде көп мөлшерде клетчатка бар. Ол ас қорыту жүйесін реттейді. Бұл ағзадағы токсиндерді шығару, іш қатуды болдырмау және ішек жұмысын жақсартуға көмектеседі. 6. Жүйке жүйесін нығайту. Асқабақ дәндері триптофан деген амин қышқылына бай, ол серотонин мен мелатонин гормондарын түзеді. Бұл гормондар көңіл күйді көтеріп, ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. 7. Қан құрамын жақсарту. Асқабақ дәндері құрамында темір бар, бұл қанның құрамын жақсартады және анемияның алдын алады. Бұл әсіресе жүкті әйелдер мен балалар үшін пайдалы. 8. Қауіпсіздік және салмақты бақылау. Асқабақ дәндерінде калория мөлшері орташа, сондықтан оларды артық салмақ жинай алмайтын адамдар үшін тамақтанудың пайдалы бөлігін құрайды. Олар ұзақ уақыт бойы тойымдық сезім береді, бұл аштықты бақылауға және дене салмағын бақылауға көмектеседі. 9. Теріге пайдасы. Асқабақ дәндерінде цинк көп болғандықтан олар терінің саулығына оң әсер етеді. Бұл микроэлемент терінің қайта қалпына келуіне ықпал етіп, безеулер мен қабынулардың алдын алуға көмектеседі. 10. Қатерлі ісікке қарсы қасиеттері. Асқабақ дәндерінің құрамында петицин және басқа да қосылыстар бар. Олар қатерлі ісік клеткаларының өсуін тежей алады. 11. Қанды реттеу. Асқабақ дәндерінің құрамындағы пайдалы майлар мен қоректік заттар қандағы қант деңгейін бақылауда ұстап, қант диабетімен күресуде көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Таза күйінде асқабақ дәндерін турап, салаттарға немесе тағамдардың үстіне қосуға болады. Жұмсақ май мен тұздықтармен қуырылған дәндер. Сұйықтықтар. Асқабақ дәндерін ұнтақтап, смузи немесе йогуртқа қосуға болады. Майлау үшін асқабақ дәнінің майында қолдануға болады, ол теріге күтім жасау үшін пайдалы. Асқабақ дәндері бұл тек дәмді ғана емес, денсаулық үшін де өте пайдалы өнім. Оның құрамындағы дәрумендер, минералдар мен антиоксиданттар ағзаның көптеген жүйелеріне оң әсер етеді. Оларды күнделікті тамақтану рационына қосу денсаулықты нығайтуға және аурулардың алдын алуға көмектеседі.